Алдымен көзге түртсе көргісіз қараңғылық пен мылқау тыныштық болды. Содан кейін бір тылсым күрсініс естілді. Бұл Тәңірінің тынысы еді. Сұрғылт түнектің арасынан ғажайып бейнелер көріне бастады. Кенет Тәңірінің тұңғиығынан 3 дене бөлініп шықты. Бұлар алғашқы адам, жылқы және қасқыр еді. 3 жұлдыз. Бұл белгінің астында туғандар киелі күшке ие болды. Олар Тәңірден, оттан жаралғандар. Бүгін хан ордасында мызғымас тыныштық орнаған. Қайралған суық қарудың, кісінеген аттың даусы естілмейді. Мылқау тыныштық. Бұл түн, қаралы түн. Сардарлар үнсіз, сарбаздар үнсіз. 300-дің айбынды ханы Абылайда үнсіз. Бүгін ханның сенімді серігі мәңгілікке көз жұмды. Бұл кәрі тұлпар көк балақ еді. Ұлы достықтың бастауы жылдар тұңғиығында жатыр. Ендеше артқа оралай. Бұл қазақ даласындағы аласапыран кез еді. Көздері қаннан қызарған қалмақ әскері қазақ даласына соғыспен келді. Адамдықтан безген жалмауыздар гүлге толы даланы күлге орады. Берекесі мол елдің керекесін қиратып шаңырағын шайқалтты. Соңғы үміттің оты өшкен кезде шыр еткен нәрестенің даусы естілді. Бұл азаттық пен бостандықтың даусы еді. Өмірге Тәңір отынан жаралған батыр келді. Батыр туса сенімді серігі болар, тұлпарда қоса туады. Осынау аңыраған заманда Тәңірдің отынан жаралған тағы бір жұлдыз өмірге келді. Бұл жабайы тарпаңнан туған көк балақ еді.
Сағым жылдар өтіп жатты. Көкбалақ өсіп арғымақ болды. Бала ер жетіп, құрыштай жігіт болды. Екеуі де туған жердің қасиетін бойларына сіңіріп өсті. Тау оларға сарқылмас күшін берді. Су тартылмас жігерін берді. Жел тоқталмас ұшқырлығын берді. Екеуі де ел қорғауға дайын болды. Бұл кезде жалмауыз қалмақтар қазақ жерін аш қасқырдай талап, жалынға орады. Басына қара бұлт үйіріліп, тарыдай шашыраған қазақ есін жиып, ақ тудың астына бірге бастады. Ел тағдырын шешетін ақтық шайқас болар күнді жетті. Бұл ұлы халықтың ұлы жеңісі еді. Жұдырыққа жұмылған қазақ батырлары жау айбынын найзаға қадап, жауыздықтың қара туын құлатты. Адал достықтың басы осылай басталған еді. Жаугершілік шайқастарды бірге кештік. Өз міндетімізді орындадық. Біз Тәңірінің отты денесінен жаралдық. Соңғы сәтіміз келгенде сол шыққан нәсіліміз отқа қайта ораламыз. Қайнап жатқан от теңізге жанарыңды тік. Оның сыбырына құлақ түр. Бұл Тәңірінің күбірмен тынысы. Хош бол, ұлы даланың ұлы ханы Абылай.